Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, хадисі. Есімдердің арасындағы Аллах тағалаға ең ұнамдысы Абдуллах пен Абдуррахман. Сәби есімі сәтсіз болмасын. Қазірдің өзінде сүйкімсіз есімдердің қойылуы ислами көзқарастың жоқтығы мен діни сауаттың саяздығына келіп саяды. Кейбір адамдар өздерінің есімдерінен өздері ұялса, айналасындағылар олардың атын естіген сәтті қысылады. Мұндай атпен аталу шарапатты шариғатқа, қарапайым қисынға да сай емес. Мәселен, Маликул Әмләк, патшалардың патшасы. Бұл тек Аллахқа ғана тән сипаттағат. Адамға мұндай есім қоюға тыйым салынған. Султану Салатин, сұлтандардың сұлтаны. Шахан-шах, патшалардың патшасы. Бұл есімдерді мейірімді Аллахтан басқаға қолдануға болмайды. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, хадисі. Қиямет күні Аллахтың алдында ең қор болатын есім Маликул Әмләк, патшалардың патшасы. Парсы тілінен аударғанда Шах-Жахан бүкіл әлемнің патшасы. Жахангер әлемді ұстап тұрушы деген мағынаны береді. Баланы осы секілді есімдермен атау да шариғатқа сай емес. Ол үшін ат қоятын кезде тек адамдарға, немесе сондай есімді үлкен кісілерді үлгі ретінде алып қоя салмай, сол сөздің мән мағынасын жете түсінуі шарт. Бірде пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, бір інгенді көріп, мынаны кім сауады дейді. Бір кісі орнынан тұрды. Сонда пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, есімін кім деп сұрады. Әлгі адам Мурра, ашшы деп жауап берді. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, оның есімін естігеннен кейін, оған орнына отыруды бұйырып, айналасындағылардан кім інгенді сауалатынын тағы сұрайды. Басқа біреу орнынан тұрады. Пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, есімін кім деп сұрады. Ол кісі харп, соғысып өтсін деп жауап береді. Оның да есімін естіген пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, оны түйені сауға жібермейді. Аллах елшісі, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, түйені кім сауатынын тағы сұрайды. Бір кісі орнынан тұрады. Оның да есімі кім екенін сұрайды. Ол кісі яйыш, өмір сүрсін деп жауап береді. Сол кезде ғана пайғамбарымыз, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, оның есімін естіп, інгенді сауға жібереді. Міне, ардақты елші, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, жақсы есімдерді ұнататын, жағымсыз аттарды қоштамай, дереу өзгертетін, әрі ат қойғанда оны жақсы ниетпен қоятын. Ат қою жеңіл желпі іс емес. Сондықтан балаға лайықты әдемі есімдер қойған жөн. Ежелден ақ тұтас бір елдің ат қою дәстүрін, ұлттық дүние танымын, халықтық болмысын көрсетер адам есімдері тарихтың құнды мәліметтері санатында. Тал бесіктен жер қойнына енгенше сенімен бірге өмір сүретін есім, ғылым тілімен айтқанда айрықша тілдік таңба. Мәселен, халқымыздың дана тұлғалары ат қоюға үлкен мән берген. Құнанбай қажы өз ұлдарына шамандық емес, китаби есімдер қойған. Мәселен, Абайдың шын есімі Ибрахим. Құдай берді, Тәңір берген, Халиолла, Ысқақ, Оспан, Смағұл. Абайдың ұлдары Әбдірахман, Мағауия, Микаил. Бірақ оларды ешкім арабша ат қойдыңдар деп айыптаған жоқ. Баланың есімін ырымдап, қиқым, сасық деп сыйықсыз етіп қоюға болмайды. Өйткені сәбидің пешенесіне жазылған нәрсе тек құдіретті Аллах тағаланың құзырындағы дүние. Аллахтың бергені сый, бермегені әділдік. Сондықтан біз Аллах тағала берген ұл немесе қызға разы болуымыз қажет. Соған сай игілікті іс істеу абзал. Яғни жоғарыда атап өткеніміздей, оларға көркем есім қойып, тәлімді тәрбие беру жақсы амалдардың қатарына жатады. Пайғамбарымыздың, оған Аллахтың игілігі мен сәлемі болсын, хадисі. Өздеріңді пайғамбарлардың есімдерімен атаңдар. Есімдердің Аллахқа ең сүйкімділері Абдуллах және Абдуррахман. Сондықтан айтылған кезде Аллахты еске түсіретін есімдерді неге қоймасқа? Абдуррахман, Абдуллах,
Абдус Самат деген секілді, немесе Аллахтың жіберген елшілерінің есімдері де тамаша. Дінсіз қауымға тән есімдерден гөрі ұлдарымызды пайғамбарлардың аттарымен Мұса, Иса, Салих, Мұхаммед деп, қыздарымызды Фатима, Әмина, Халима десек, еш ұтылмайтынымыз анық. Керісінше, мәртебеміз жоғары әрі мерейлі болмақ. Сонымен білгенге маржан дегендей, назарларыңызға есімдердің кестесі үлгі ретінде ұсынылып отыр. Сонымен ат қоюдағы бүгінгі ұстын басқа болу керек. Бұрын Бөстекбай, Шылғаубай деп әртүрлі есімдерді қоя беретін шаманизм қалдықтарынан, яғни ырымдап қоюдан бас тарту имандылыққа бет бұрған қоғамның талабы. Заман ілгері жылжыған сайын мәдени деңгейде біршама өзгереді. 70 жыл кеңес үкіметіне кісенделген тұста сол қоғамдағы құбылысқа қарап та ат қойдық. Совет хан, меліс, колхозбайлар көбейді. Аллах тағала шүкір, сол бодандық бұғауының жібі үзіліп, тәуелсіз ел, тұғырлы мемлекет атандық. Алайда қазақтың қанына сіңген қажетсіз еліктеушілік әлі күнге дейін қалмай келеді. Енді шетелдіктерше ат қоя бастадық. Ұлдарымыз Альберт, қыздарымыз Анеля болып шыға келді. Дегенмен қарап отырсаңыз, өзге ұлттардың есімдері көп болғанымен аттары діни жолмен қойылған. Ал бізде Құран кәрімнен алып қою үрдісі әуелден бар. Осы үйгі дүниені қайта жаңғырту қажет. Айтып өткеніміздей, кейбіреулер қазақшада шүршүтшеде емес, еш мағынасы жоқ, мәнсіз модный есімдерді қоюға құмар. Мұндай келеңсіздіктерден арылу қазір кезек күттірмейтін көкейкесті мәселе. Сондықтан осы көтерілген түйінді істің күрмеуін шешу сіз бен біздің қолымызда тұр. Арбаны да сындырмай, өгізді де өлтірмей, пікіріміздің ортақ бір пәтуаға тоқайласқаны жөндей отырып, хабарымызды аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.